Сәлеметсіздер ме? Мен есімім Гүлсара, жасым 60-та. Менің көзімде ет өскен еді, және қан қысымым көтеріліп, басым жиі ауыратын еді. Суыққа, ыстыққа көзім қызарып, көзім жасаурап тұратын. Осыдан бір ай бұрын келінім маған трюфель шырын капля тамыздыратын осыны әкеп берді. Мен бір ай тамыздырдым. Нәтижесінде қазір көзімнің қызарғаны азайып, еті де анша білінбейді, және де ең бастысы көру қабілетім көзілдіріксіз жазуымды жаза бастадым. Әсіресе көзімнің мазалайтын кезінде қонаққа бір жаққа баратын болсам, көзім өте қатты қызарып, қасында отырғандар көзіңізге не болған, қызарып кетті ғой деуші еді. Содан сол витаминді әкеп ішуші едім. Ол витаминмен 4-ші ай ішіп жатқаныма, бірақ ешқандай көмегі тимеді. Ол витаминнің 6 флакон еді, 4-еуін бітірдім, 2-еуі қалды, бірақ көзіме ешқандай пайдасы тимеді. Сол қызарғаны кетпеді. Трюфель шырыны табиғи өнім болғандықтан маған жақсы нәтиже берді. Көзім қазір жақсы, бұрынғыдай қызармайды. Сіздерге де осындай шырынды алып пайдалануларыңызды ұсынамын.